Ей, мұнда не істеп отырсыз? Жүрсеңізші, бәрі сізді күтіп отыр ғой. Кім күтіп отыр? Ей барос! Жеті күн, 7 түн уақытың қалды, ұлы сұлтан. Бәрің де отқа оранасыңдар. Қызық ойын екен. Біреу бар еді ғой. Ойнамағаныма біраз болды. Баяғыда бір дегенде бесеуін қақты түсіретін. Қарат, бір екеуін бере тұршы. Мұнда не боп жатыр? Бұл асық ойыны. Сұлтаным, жақсы ұйықтадыңыз ба? Мені неге оятпадыңдар? Сұлтанымыздың ұйқысы қанғаны бәрінен де маңызды. Ойнайсыз ба? Шаруамызды бітіргеннен кейін ойнаймыз, Азат. Жақын қалдық. Жарты күндік жол қалды. Біздің сапарымыз аяқталуға жақын. Сәл аялдайық. Сұлтанның ғана емес, өзгелерді тынығу керек, достым мен. Ха! Кім асық ойнайды? Дәмдісін ай. Я, өте дәмді болды. Керек десеңдер, мен күні бойы балық аулауға дайынмын. Анау не? Жай қоңыз ғой. Қара Флик, сенің туысқаның. Аспандағы күнді таң ата шығарып, кешке батыратын мысыр қоңыз. Бізде де күнге қатысты бір аңыз бар. О, түркілердің аңызы. Аңыз бойынша күн самұрық құстың алтын жұмыртқасы. Самұрық құс жұмыртқаны алып, бәйтеректің басына салады. Бәйтеректің басындағы жұмыртқасы жердің бетіне жарық сәуле шашып тұрады. Ал зұлым айдаһар жұмыртқаны ұрлап кеткенде, жер бетін қараңғылық басып түн болады. Солай мәңгі жалғаса береді. Жақсылық пен жамандықтың үздіксіз күресі. Есіңізде ме? Иә, бала кезімде маған бұл аңызды жиі айтатын. Бала кезімде зұлым айдаһар қасымда жүргенде көрінетін. Сондықтан қорқынышты түстер көретінмін. Ол жай ғана елес қой. Түн бізге тынығу үшін берілген. Ең бастысы ненің шын, ненің елес екенін түсінсең болғаны. Бұл енді таңға дейін тырп етпей ұйықтайды. Ұйқы демекші қазір таң атады. Сәл тынығып алайық. Маған бағана күндізгі ұйқы жетеді. Мен қарауылда болайын. Мен кемеде ұйықтаймын. Нағыз теңіз қарақшылар сияқты кемеде ұйықтасам деген арманым бар еді. Неткен ғажап әуен. Мұнда не істеп отырсыз? Азат, Жүрсеңізші, бәрі сізді күтіп отыр ғой. қайтадан әлгі түс. Азат! Жетер! Бұл не бәле өзі? Қарат!
Сен не істеп жатырсың? Кет! А? Сен мені жеңе алмайсың, зұлым күш. Естимісің? Сұлтан, бұл сіз бе? Фу, мына жердің... Сұлтан! Жолама маған! Сұлтан, ояныңыз, бұл мен Азатпын. Фу, не деген сасық иісет. Иіс, естен тандыратын иіс. Сенің аман есен. Хашашин. Хашашин? Осы ма? Қарғыс атқыр сиқыршылар. Ойындарда бұлар басқаша сияқты еді ғой. Зубайыр, қарат. Бұларды қалай оятамыз? Мұрныңды жап. Мына иіс. Оларды оята алмаймыз. Сонда біз неге ұйықтап кетпедік? Түтін жоғары көтерілмейді. Кемеде жат уланбай аман қалғаның содан теңіз қарақшысы. Ал біздің достарымыз мына түтін сейілмей ояна қоймайтын сияқты. Абайла! Білесіңдәге. Қолыңнан келсе тартып ал. Бейбарыс, Флик! Ей, қайдасыңдар? Соққы деп осыны айт! Сұлтан Бейбарыстың жауынгерлерін ешкім ешқашан тоқтата алмайды. Ау. Ой, мынау қашып кеткен бе? Ештеңе етпейді. Кетсе кете берсін. Тағдырдан қаша алмайды. Ауа тазарда өйтеуір. Самұрық құста бәйтеректің басына жұмыртқа салып, бізге жарық сәуле сыйлады. Айтпақшы, мынау сізге. Мынау Туған өлкеңізді еске түсіретін естелік бұйым болсын. рахмет саған. Менен де саған бір сыйлық болсын. Ағаш шоңғанға өте ыңғайлы. Рахмет. Мұнда не болған өзі? Бұл шаруамен өзім айналыспасам болмас.